Dear students, how are you? How are you today? Today is our new theme at page number 39, an opinion essay. Саламатсыңдар ма? Бүгінгі біздің тақырып эссе. Өз ойымнан эссе жазады екенбіз. I can write an opinion essay. Және эссе жазуды үйренеді екенбіз. Мына жерде екінші жаттығуда changing laws дейді. Заңдардың өзгеруі атты мына жерде мәтін тұр. Осы мәтінді бірге оқып шығайық. Мәтінді оқып, және не жайында екенін білсек болады екен, Мына мәтінде үкімет дейді, жаңа заң шығаруға ұмтылып жатыр дейді. Компаниялар, Starbucks сияқты компаниялар, олар дейді, пластикалық трубочкаларды шығаруға оларға рұқсат бермеу керек дейді. Менің ойымша бұл оның негативті шешімдері болады деп ойлайды дейді. Мына мәтінде, In the first place, бірінші орында, I believe that some people with disabilities need straws in order to drink дейді. Бұл менің ойымша дейді, біріншіден дейді, кейбір кемшіліктері бар адамдарға трубочкалар өте керек дейді ішкенге. Егер заң шығатын болса, олар оны қолдана алмайды және кафеге және ресторандарға бара алмайды дейді. Бірінші ой, Сонымен қатар мен ойлаймын дейді, бұл дискриминация против молодых детей дейді. Против маленьких детей, young people, жас адамдардың арасында. Себебі олар трубочкамен жаңағы ішуді өте оңай көреді дейді. Және бұл стаканнан және кеседен ішкеннен қарағанда деп ойлайды, Үшінші абзацта, егер цель государства уменьшить количество пластиковых выбросов, дейді, это выглядит намного лучше альтернативой. Если они запретят пластиковые упаковки в супермаркетах, вместо того, чтобы делать это уменьшить мусор, дейді, сонда бұл альтернативасын не істеп жатыр? Ұсынып жатыр, Және in conclusion, в заключении, я считаю, что нам нужно уменьшить количество пластикового мусора, который в океане. Бұл өте қатты әсер етеді. Я считаю, что это очень сильно повлияет на этот новый закон деген екен, Осы бұл мәтіннің мағынасы екен. Енді біздің сабағымыздың мақсаты opinion эссе, өз ойыңнан эссе жазу болатын болғандықтан, мына жердегі 4-ші жаттығуға қараймыз. Follow the steps in the writing guide. Writing guide берілген, сол бойынша біз өз ойымыздан opinion эссе жасаймыз, жаңа эссе жазамыз. Елестетіңдерші дейді, егер үкімет дейді, мектеп демалысын қысқартпақшы дейді. Бұл дейді, сабақтың білімнің деңгейін жоғарылатады дейді. Improve дегеніміз увеличит уровень образования дейді. Өз эсселарыңды жазыңдар дейді. Егер қандай да бір сұрақ болсаңда, жекеме жазсаңдар болады. Орындалған тапсырмаларды 15:00-ге дейін жекеме жазамыз. Фамилия, сыныпты жазуды ұмытпаймыз. Мәтін түсінікті деп ойлаймын. Және де сыныпта тапсырмалар орындаймыз. Жарайсыңдар. Goodbye.